Сәлем достар. Бүгін менің каналымда алғашқы ұялы телефон. Бұл телефонның атауы W450, бірақ ешқандай фирмалық атауы жоқ. Samsung, Lenovo, Huawei деген секілді. Бірақ көптеген интернет-магазиндер тауарды жақсы өтсін деген ниетпен Star деген атауды қосып сатады. Жер асты есік алды жағдайында жасалғандықтан бұл телефондардан көптеген ақаулықтар кездеседі деп айтады кейбір шолушылар. Ал шын мәнісінде қандай ақаулықтар, минустар бар екенін алдағы осы телефонға арналған шолуымнан көретін боласыздар. Ал қазірге телефонның бет бейнесімен таныса отырайық. Телефон мынандай бір өзіндік ерекшелігі бір қораппен келді. Ерекшелігі сол, мынандай ашылудан сақталатын пломбасы бар. Ашып көрелік. Бұл тапсырыс Сингапур почтасымен келді. Наурыз айының 8-ші жұлдызында тапсырыс берген. 12-ші наурызда Сингапур почтасында тіркеліп, 21-ші наурыз күні біздің Қазақстанға қарай ұшып кетті. Не ішінде ештеңе жоқ. Тек қана сыртындағы пакет. Бұның да ішінде ештеңе жоқ. Сәл-сәл бұрыштарында кішкене майысқан. Телефонымыз мінекей. Өзі кішкентай, сонда сүйкімді телефон. Арты мынандай жылтырақ. Сапасы жақсы. Шынымды айтсам, $100 дейінгі бағада бұндай сападағы телефон күтпедім. Сапасы болғанда енді менің айтпағым телефонның жиналған сапасы. Ішінде тағы да бір қорғаныш пленкасы. Оның ішінде мінекей кейс немесе бампер дейді. Біздіңше чехол. Бұл қалай оңай киіледі. Пластиктен жасалған. Ортасында естіп тұрсаңыздар, біраз бос орын қалады. Жарайды. Комплектісінде тағы да міне мынандай құлақ қаптары бар, вакуумный. Меніңше жай ең арзан құлақ қаптар. Зарядкасы, USB кабель және батарея. Батарея шыны көрсетілгенде 2000 мА деп жазылған. Шын мәнісінде 2000 мА бар ма жоқ па тексере жатармыз. Жалпылай айтқанда барлығы бар бұл телефон ішінде. Сырты да сондай ұстауға сондай ыңғайлы, шағын ғана. Әрі мінекей өздеріңіз көргендей жұп-жұқа әдемі келген телефон. Егер анау айтқандай үлкен кемшіліктер болмаса, өзінің бағасына тұратын телефон сөз жоқ. Осымен бүгінгі шолуым бітті. Бұл телефонға кеңінен жасалатын шолуды күтіңіздер. Каналға жазылыңыздар, лайк басыңыздар. Сау болыңыздар.